Баршаңызға сәлем, менің есімім Асел. Бүгін балалардың сүйіп жейтін асы фриді дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен 5-6 картошкамызды қабығынан ашып, жуып, тазалап аламыз. Одан кейін осылай жұқалап, турап, соломка қылып турап аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін салқын суға саламыз. Барлығын салқын суға салып алып, 2 қасықтай сірке суын, уксусты құятын боламыз 9%. Жақсылап араластырып, суын төгіп, шашығымызға осылай бәрін жайғастырып, кептіріп аламыз. Қағазбен, болмаса шашықтың өзімен сүртіп кептіріп алсаңыздар болады. Кепкен картошкаларымызды құрғақ ыдысымызға салып, оның үстіне 2 ас қасықтай жүгері крахмалын саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай араластырып аламыз. Барын араластырып болғаннан кейін қызған майымызға аз-аздан салып қуырып аламыз, қызартып. Қуырып алған фриларымызды тарелкаға қағаз төсеп, осылай сүзіп аламыз. Қағаз өзіне майын сорып алады. Дайын фриларымызды табағымызға салып, тұзын сеуіп, жақсылап араластырамыз. Міне осылай дайындалады, оңай, дәмді, сырты қытырлақ, іші жұмсақ фриларымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет.